Егер сіз диагностиканың қалай өтетіні сұрасаңыз, шығыс медицина бойынша біздің алақанымызда, саусақтарымызда, құлағымыз бен табанымызда ішкі ағзадағы барлық мүшелердің нүктелері орналасқан. Неге дәрігерлер қан тапсырғанда сол қолдағы аты жоқ саусақтан алады? Неге басқа саусақтан емес, тек осы саусақтан? Себебі бұл саусақта біздің ішкі ағзаның капиллярлары орналасқан. Тырнақтың айналасында жұқа теріден жарық микроскоп арқылы 1200-ге үлкейту арқылы біздің өт жолдарын, бауырдың клеткаларын, ішек жолдарын еш ауыртпай, қан алмай тексеріп бере аламыз. Бұл аппараттан құрттарды көруге болады. Бұл аппаратты жапон ғалымдары ойлап тапқан, 15 жыл бойы қолданып келеді. Біздің Қазақстанда мұнда келді. Сондықтан да егер диагностикадан өткіңіз келсе, Қазақстанның барлық қалаларында бар, толық ақпарат алу үшін маған жекеме хабарласыңыздар.